Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде жылдың кез келген мезгілінде түгін сөресінен де базардан да табылатын 40 қабаттан жасалынатын қысқа арналған чимши салатының жасалу жолымен бөлісетін боламын. 40 қабатымыз жылдың қандай мезгілінде болмасын, бағасы қолжетімді, сақталу мерзімі ұзақ, дәруменге бай көкөністің бірі. Бүгін осы 40 қабаттан чимшидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанына басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы арнамда басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Салатымыз үшін осындай бір бас 40 қабат алдым. Салмағы 1,550 грамм шықты. Сонымен бірге чимшиімізге ерекше дәм беретін менің қолымдағы перцовая паста, қызыл ащы бұрыш пенен болгар тәтті бұрышын екеуін ет тартқыштан өткізіп дайындап қойғанмын. Осы пастамыз чимшиімізге ерекше дәм береді. 40 қабатымызды ортасынан бөліп, ұзыншалап кесіп аламыз. Не болмаса, текшелеп үлкен бөліктерге бөліп алсаңыздар да болады. Қалай турағыларыңыз келеді, солай турай беріңіздер. Турап алған 40 қабатымызды ыдысқа саламыз. Енді рассолын дайындап аламыз. Бөлме температурасындағы суды алып, әр литріне 1,5 ас қасықтан есептеп, ас тұзын салып, қасықпен араластырып ертіп, 40 қабатымыздың бетін толық жабатындай етіп, су құямыз. Суымызды 40 қабатымыздың бетін жабатындай етіп құйғаннан кейін, бетіне тарелка не болмаса қақпақ қойып, үстін ауыр салмақ затпен бастырып, жылы жерге 2 тәулікке қойып қоямыз. 2 тәуліктен соң 40 қабатымыздың суының түсі өзгерген, сәл-пәл қышқыл иісі шығады, және 40 қабатымыздың да түсі сарғайып өзгерген, бұрынғы қалпына жұмсарған. Қырық қабатымызды судан сүзіп алып, салқын сумен бір рет жуып аламыз. Пастамызға қосатын бір бас сарымсақты үккіштен өткізіп аламыз. 40 қабатымыздың арасына жағатын пастамызды дайындап аламыз. Перцовая пастамыздан ыдысымызға 3 ас қасық саламыз. Егер де өткір болғанын қаласаңыздар, 4 ас қасық салыңыздар. Осының үстіне енді үккіштен өткізілген сарымсағымызды саламыз. 1 ас қасық қант саламыз. 1 ас қасық толмаған кориандр саламыз. 1 ас қасық паприка саламыз толмаған. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді пастамызды 40 қабатымыздың барлық жағына жағып шығамыз. Қолымызға қолғап киюді ұмытпаймыз. Пастамызды жағып алғаннан кейін қайтадан ыдысқа салып, үстін тағы да тарелкамен бастырып, үстінен ауыр зат қойып, жылы жерге бір күнге қалдырамыз. Бір тәуліктен соң 40 қабатымыз өзінің бойына тұзды да пастамыздың дәмінде сіңіріп, осындай су бөлінеді. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептімен сіздер де дайындап алыңыздар. Қыстың күні әсіресе ет тамақпен керемет үйлесетін ащы салаттың бірі. Енді таза банкаларға салаттарымызды салып шығамыз. Арасында қуыс қалмайтындай етіп, салмағымызды салып,
банкаларымызды толтырамыз. Банкаларымыз толған кезде бетіне осылай суы шығып тұру керек. Сондықтан да барынша нығыздап басамыз. Толған банкаларымызды бетін қақпағын жауып, тоңашқа болмаса салқын жерге шығарып қоямыз. Дәл осы рецептімен дайындалған қырыққабаттарыңыз қыс бойы сақталады. Әсіресе қыстың күні ет тамақпен керемет үйлесетін ащы салаттардың бірі. Достар, видео рецепті көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Өздеріңіздің жасау әдістеріңізбен де бөлісе отырыңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық.